Иә, мен өзім, иә, жауап бере бересіз. Не қайда? Мен бар ғой, мен өзім бар ғой, өз-өзіме жауап беретін адаммын. Просто екінші кәрі қайталанбаса екен деймін. Өз-өзіме жауап беремін. Еговтан бәріне мен жазып тастағанмын мына жерге бұлардың үстінен. Бұлардың іс-әрекеті заңсыз деп табылған жағдайда, егер де оған құқықтық негіз болатын болса, келесі жолы осындайға, онда өз құзыретіне байланысты жұмысқа тарапын болады. Енді мына мемлекеттік рәміздер бойынша сізге айтайын, бәріміз де осы өзіміздің азаматымыз, біз де оған жанашырмыз, рәміздерімізге. Бұл бойынша нақты орынбасарына тапсырма беремін. Барлық мемлекеттік мекемелерде қай жерде рәміздеріміз бар, солардың бәрін қарастырып, қандай кемшіліктер бар, соларды жою, алдын ала алу, жоспарын құрап, нақты іс-шара қабылдау. Сондай тапсырма беремін. Онда сіздің бүгін көтерген сұрағыңызда өте өзекті, өзіміздің рәмізімізді өзіміз қадірлемесек, бізге ешкім оны қадірлемейді. Жақсы. Өзекті халықтың жалпы тұрмыс тіршілігіне қатысты сұрақтарды көтерейік та, жеке сұрақтарды мен осы отырыстан кейін жеке қабылдау жасайын, сол кезде ақылдасайық. Жақсы, әкім мырза, міне мен мемлекет қызметкерлеріне қатысты сұрақтар қоямын ше. Мемлекет қызметкерлеріне. Қызметкер жақсы болса, өзіңіз білесіз, тәртіпті заңмен істейтін болса, бәрі әдемі болады. Әдемі жүреді, өйткені ол мемлекет қызметкері. Содан кейін мемлекет қызметкері мемлекеттік тілде білмесе, ол заң талабына сәйкес қой. Заң талабына сәйкес білу керек. Бізде тіл министрлігі бар. Министр бар ғой, тіл министрінде сабақ беріп жатыр ғой. Бірақ біздің қанша жыл болды? Біреу әлі жөндеп білмейді бізде. Сол мемлекет қызметкерлеріне қарасаңыздар, мемлекеттік тілде сөйлесе, біздерге мемлекеттік тілде жауап бере алса. Енді, енді мен заңсыз деп ойламаймын, көшеде мынандай гражданский киіммен келіп, мені ескертусіз, ешқандай ескерту берген жоқ, менің қолым бос па сұраған жоқ, мен қайда кетіп баратқанымды сұрамай, бұрап салып алып кету машинаға, көлікке. Енді бұл бір заңды деп айта алмаймын мен. Бұл рекетерлардың кезінде болды бұндайлар. Жақсы.